Жарыстардың төресі пәндік олимпиада. Сіздер қазақ тілі мен пәні бойынша оза шауып бәйге алған тұлпарларсыздар. Ендеше сол үлкен додада жетістікке жетудің үш факторы ретінде нені атар едіңдер? Жалпы жетістігімнің кілті ретінде үш факторды атағым келеді. Оның бірі өзіндік үнемі ізденіс, және сол арқылы біраз жетістікке жету мүмкіндігіне ие боласың. Екіншісі, ғалым Нұрша Оразақынованың сатылай кешенді талдау технологиясын жете білу. Яғни осы талдау менің осындай жетістікке жетуіме бірталай маңызды рөлін атқарды. Үшінші, ол мұғалімдердің көмегі, қолдауы, қолғабыс деп білемін. Жетістікке жетудің ең маңызды үш факторын айтатын болсам, оның біріншісі әрине ерінбей үздіксіз оқу. Ал екіншісі ол өзіңіз үйреткен Оразақынованың сатылай кешенді оқыту технологиясы арқылы көп нәрсені білу дер едім. Ғалым апамыздың сатылай кешенді оқыту технологиясын үйреніп, мен берілген білімді тек қана игеріп қоймадым, өзімнің танымдық қабілеттерімді арттыра алдым. Күні кеше оққан Әбіш Кекілбаевтың романын, Үркер романын толықтай мазмұнын түсініп, және де оны осы сатылай кешенді талдау жүйесіне салу арқылы өзім оған әдеби ғылыми анализ бере алдым. Маған бұл тәсіл өте қатты ұнады. Және үшіншісі ол батыл, өжет болу. Пәндік олимпиадада жетістікке жетуге әсер ететін бірнеше факторлар бар. Басқа ғылыми жұмыстарды, ғалымдардың еңбектерін, цитаталарын қарау. Бұл тәжірибе мен үшін эссеге көмектесті. Яғни мен көптеген ақын жазушылардың цитаталарын келтіру арқылы, еңбектерінен үзінділер келтіру арқылы өзімнің қосымша білімімді көрсете алдым.